Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбын Мюнстерберг әдісі бойынша анықтайық. Берілген көп әріптердің ішінен сөздерді тауып оқиық. Өте жақсы. Бүгінгі сабақ тақырыбы түбірлес сөздер. Оқу мақсаты түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз жасау. Түбірлес сөздердің мағынасын ажырату. Балалар, ойланайық. Бір түбірден қанша туынды сөз жасауға болады? Суреттерге қара. Суретке тиісті сөзді құра. Оқы. Дұрыс, дәріхана. Дұрыс, дәрілер. Дұрыс, дәрігер. Осы сөздердің түбірі қай сөз? Иә, дәрі. Бір түбірден бірнеше туынды сөз жасауға болады. Балалар, екінші тапсырмада кез келген сөзбен сөйлем құраңдар. Балалар, екінші тапсырманы орындайық. Жоғарыдағы қай сөз қай сызбаға сәйкес келеді? Дәрігер. Дәріхана. Түбірі қай сөз? Дәрі. Гер ол жұрнақ. Дәріхана сөзінде түбірі дәрі, хана жұрнақ. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмада жұрнақ жалғау арқылы жасалған туынды сөздер тауып, астын сызыңдар. Көз. Көзілдірік, көзәйнек, көзге. Ас, аспаз, асхана, асқа. Ғарыш, ғарышкер, ғарышжай, ғарышқа. Балық, балықшы, балықтар, балыққа. Ал енді өздеріңді тексеріңдер. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Ал балалар, бүгінгі сабақта не білгенімізді табыс сатысында белгілейік. Сөздердің мағынасын білесің. Түбірге жұрнақ жалғап, туынды сөз жасайсың. Түбірлес сөздерді ажырата аласың. Балалар, үйде өздерің орындайтын оқу тапсырмасы. Бала, сый, егін сөздеріне түбірлес сөздер жазу. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.